Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Ұлданай қазақша рецепті. Бүгін сіздерге біздің үйде жиі таңғы асқа дайындалатын оладушкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ингредиенттердің барлығын толығымен астына описанияға қалдыратын боламын. Қыздар, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар және міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бізге ұн қажет болады, жұмыртқа, қант, айран, ас содасы және шым-шым тұз керек болады. Жұмыртқамызды салып аламыз. Жұмыртқамызға қант қосып араластыратын боламыз. Бізге миксердің қажеті жоқ, жай ғана венчикпен жақсылап араластырып алсаңыздар болды. Енді шым-шым тұзымызды салып жібереміз. Сосын қайтадан араластырып жақсылап. Үстіне айранымызды құятын боламыз. Қыздар, айран бөлме температурасында болу керек. Тоңазытқыштан шығарылған или мұздай айран болмайды. Жақсылап араластырып алып, ұнымызды қосатын боламыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, қосып тұрып араластыру қажет. Мен 3 бөлікке бөліп, ұнымызды 3 бөлікке бөліп қосып араластырдым. Міне осындай масса шықты. Енді соңында ас содамызды салып, тағы да араластыратын боламыз кішкене. 15 минутқа қойып қоятын боламыз қамырымызды. Мына 15 минуттан кейінгі қамырымыздың түрі. Енді осыны қызып тұрған табамызға майымызды құйып. Майды көп құйып жібермеңіздер, кішкене де құйып тұрсаңыздар жетеді. Бір қасықтан салып пісіріп алатын боламыз. Бетін жауып қоямыз 2-3 минутқа. Астың қызарғанын көріп, қызарғаннан кейін келесі бетіне аударамыз. Барлығын қыздар осылай пісіріп алатын боламыз. Мен бір бөлігін көрсеттім сіздерге. Міне оладушкиларымыз дайын болды. Қыздар, жасап көріңіздер, өте күшті болып шығады, ерекше таңғы ас болады. Лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.